Тортасынан айырылған сары май болмаса қазіргі трендте нутрициологтар ГХИ май деп аталып жүрген майды бірге дайындап көрейік. Ол үшін алдымен бізге қолың таза сары майы болмаса дүкеннің кез келген 82% мөлшерлі сары майы қажет болады. Майларымызды жақсылап кішкене бөліктерге бөліп алғаннан кейін оларды арнайы ерітетін кастрөлімізге, қазанымызға салып газымызге қоямыз. Газдың асты баяу от болуы керек. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін біздің майларымыз асықпай жаймен ери бастайды, және де еру процесі кезінде, қайнау процесі кезінде біздің майларымыздың бетіне түрлі ақ лактоза, казеин секілді зиянды қоспалар, керексіз қоспалар шыға бастайды. Майымыз бір қайнап алғаннан кейін тағы да бетіне шыққан осындай әппақ көбіктерін алып тастап, енді газдың астын өте баяулатып 40-45 минутқа қоямыз. Нәтижесінде біздің майларымыз осылай алтындай сары түстес болып, кейбір қалдықтары түбіне, кейбір қалдықтары бетіне шөгеді. Арнайы сүзгінің көмегімен банкілерімізге құйып аламыз. Банкілеріміздің аузын ашып, толық суығанша осы бетін жаппаймыз. Видеода қарасаңыздар, міне біздің ыдысымыздың түбінде, бетінде түрлі ақ қоспалардың тұрғанын байқайсыздар. Майымыз суығаннан кейін осындай әп-әдемі сап-сары түсті болып қатады. Міндетті түрде осыны жасап көріңіздер. Мен бұл майды таңертең нанға қосып жеуге, балаларға кашаға қосып беруге, я болмаса таңғы астарды қуыруға пайдаланамын. Өте пайдалы. Тіпті таңертең аш қарынға бір ас қасығын жесеңіз, ағзаңыздағы артық токсиндерді шығаруға да пайдасы өте мол. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фариза Тілеулес.